Сәлематсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Махамбет Өтемісұлының өмірі мен шығармашылығы, Махамбеттің Баймағамбет Сұлтанға айтқан поэмасы. Сабағымыздың мақсаты көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтаймыз. Ал ендеше, оқушылар, ең алдымен ой түрткі сұрағына жауап беріп көрейікші. Махамбет кім? Дұрыс айтасыңдар, оқушылар. Махамбет суретте көріп отырғаныңыздай күйші, ақын және батыр екен. Енді сабағымыздың тақырыбына сай Махамбеттің өміріне шағын шолу жасап өтейік. Махамбет Өтемісұлы 1804 жылы Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданы Бекетай құмында дүниеге келген. Жастайынан хан ордасында тәрбиеленіп, арабша, орысша сауатын ашқан. Махамбетті Жәңгір хан баулып, сөзін сөйлеп, сойылын соғатын, өзін мақтап, даңқын жаятын, беделін көтеретін сарай ақыны еткісі келеді. Алайда халықтың мұңын, шерін, жан дүниесімен сезінген Махамбет Жәңгір ханның бетіне шындықты ашып салады. Оның бір: хан емессің, қасқырсың, қасал басты басқырсың, достарың келіп табалап, дұшпаның сенің басқырсын деп бетіне шындықты айтады. Арада көп ұзамай ханға наразылар тобына қосылып, түрмеге түседі. Калмыков түрмесінде 2 жылға жуық отырып, 1831 жылы холера ауруы кезінде қашып шығады. Содан кейін ханға наразылар тобына қосылып, Исатай Тайманов бастаған шаруалар көтерілісіне қатысады. Исатайға қосылған Махамбет жалынды жыры мен шешендік үнімен көтеріліске дем береді. Оның ереулі атқа ер салмай, егеулі найза қолға алмай, еңку жер шалмай, ерлердің ісі біте ме деген туындысы куә. 1837 жылы 2 қарашада 3000-дай қолмен хан ордасын қоршауға алады. Қоршауға алғаннан кейін Жәңгір хан Исатай мен Махамбетке қойған талаптарын 12 күнде шешуге уәде береді. Бірақ Жәңгір хан уәдесінде тұрмайды. Өзінің жырларында ол атаңа нәлет хан ұлай, тілегін сұрап алған соң, патшаға хабар салдырып, патшадан солдат алдырып, ақсүйектің баласы бақадай шулап тұрғанда, ерлікпенен алданып, өзіме өзім қас қылдым дейді. 1838 жылды шілдеде Геккеден әскер алдырып, зеңбірекпен ауыр шайқасты бастан кешіреді. Сол кезде орыс тобын 3 атты Исатай сонда жөнелді деп, Исатайдың қаза тапқанын жырға қосады. Одан кейін Исатайға арнаған бірнеше туындылары бар болатын. Өзі азғантай ғана қолмен қоршауды бұзып шығып, Назар Шүрен деген елдерге кетуге мәжбүр болады. Солындай бір ауыр күндерді басынан өткеріп жүргенде, бір жиында Баймағамбет Сұлтанмен бетпе-бет келеді. Махамбеттің Баймағамбет Сұлтанға айтқаны поэмасын Махамбет 1840-46 жылдар аралығында Баймағамбет Сұлтанның қарамағындағы жерлерді паналап жүрген кезінде шығарған. Поэманың тақырыбы ел билеген хан сұлтандардың ісін әшкере ету, отарлау саясатына қарсылық еді. Ал идеясы ақынның елін сүюі, оны жан тәнімен қорғауы, өзінің асыл арманы поэманың өн бойынан көрініс табады. Баймағамбет Айшуақов сұлтан генерал-майор, кіші жүзді билеген Айшуақ ханның баласы Әбілқайыр ханның немересі. 1815 жылы Жетіру билеушісі болып тағайындалған. Айшуақ Қазақстандағы патша үкіметінің саясатына қолдау көрсеткен үшін әскери старшина, подполковник, полковник шендерін алған. 1825 жылы кіші жүздің батыс бөлігінің сұлтан әкімі Қаратай Нұралиевпен және Орал казак орыстарымен қосылып, Жоламан Тіленшілі бастаған ұлт азаттық қозғалысын басуға қатысты. Махамбет Қараойда үйінде жүргенде бірнеше аттылы қарулы кісілерді көреді.
Махамбет келген қонақтарды үйіне кіргізіп шай береді. Әңгіме соңы ұрысқа айналып, Махамбет қаруына ұмтылғанда сырттан кірген Жүсіп ақынның басын қылышпен шауып алады. Бұл туралы 7-ші сыныпта Мұхтар Шахановтың «Әке үкімі» деген поэмадан таныссыздар. Ақынның зираты қазіргі Атырау облысы Махамбет ауданындағы Қараой деген жерде. Ал ендеше, құрметті оқушылар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма топтастыру. Шығармадан автордың мен бейнесін көрсететін тармақтарды тауып топтастырыңыз. Бағалау критерийі және дескриптормен таныс болыңыздар. Кейіпкер бейнесін ашасыздар. Дескрипторлары: шығармадағы автордың мен бейнесін ашатын өлең тармақтарын табасыздар. Тармақтар мазмұны бойынша автор бейнесіне қатысты сын есімдерді кластерге түсіресіздер. Кемінде 3 тармаққа мысал келтіресіздер. Барлығы 3 ұпай. Орындап болсақ, тексеріп көрейік. Мен шарға ұстаған қара балта едім. Мен ақ сұңқар құстың сойы едім. Мен кескекті ердің сойымын. Мен қаңғып жүрген қарашы дейді. Жарайсыңдар оқушылар. Ендеше 2-ші тапсырмаға назар салайық. Кейіпкерді таны әдісі арқылы Махамбет бейнесін ашамыз. Ол үшін хрестоматиядан өлеңді мұқият оқимыз. Өлеңнен үзінді келтіреміз. Мысалы, Исатайдың барында қара қазан сары бала қамшын қылыш сермедік дейді. Мінезі мақсатын ашамыз. Мінезі өжет. Мақсаты ұрпақ қамшын соғысу. Менің бағам өз көзқарасыңызды білдіресіз. Келешек қамын жеп, қылыш сермеген ерекше тұлға. Үлгіге қарай отырып, 3 өлеңнен үзінді алып толтырасыздар. Бағалау критерийі: кейіпкерді жан-жақты талдайсыз, кейіпкерге өз көзқарасын білдіресіз. Өлеңнен үзінді келтіреміз, мінезі мен мақсатын анықтайсыз, баға бересіз. Кемінде 3 дәлел. Барлығы 4 ұпай екенін ескеріңіздер. Осымен оқушылар қорытынды бөлімге келіп жеттік. Сәйкестендіру арқылы кейіпкердің әрекетін сәйкестендіреміз. Жырда Баймағамбет Сұлтанның да әрекеті бар. Ал ендеше сәйкестендірейік. Бағалау критерийі: кейіпкерлер жүйесін сәйкестендіресіздер. Дескрипторы: өлеңнен үзінділерді қай кейіпкерге тән екенін білесіздер. Кейіпкерлердің әрекетін сәйкестендіресіздер. Барлығы 2 ұпай. Ал оқушылар, орындап болсақ, өзімізді тексеріп көрейік. Сонымен, құрметті оқушылар, бүгін біз Махамбеттің Баймағамбет Сұлтанға айтқаны поэмасынан үлкен кейіпкерлердің жүйесін білдік. Махамбет өз образын өзі сомдаған керемет тұлға. Оның басты идеясы халқының қамын жеп, жайық үшін жандасып, тептер үшін тебісіп, теңдікті қолға бермеген ақынның асқақ үні сезіледі. Ол тәуелсіздікке ұмтылу еді. Сонымен бүгінгі сабақта біз кейіпкердің өзінің образын және Баймағамбет Сұлтанның әрекетін білдік. Енді осы туралы бірнеше материалдар ізденіп, Махамбет туралы деректі фильмді көріп, ой түйсеңіздер болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.